Саламатсыздар ма көрермендер? Нөмір 3 бейне баян сабағы. Бұл сабақтың мақсаты желідегі тоқ кернеуін тексеру және де желідегі тоқ кернеуінің фазы және нөлін ажырату. Предохранительдер, яғни сақтандырғыштарды тексеру, резисторлердің күймеген, жұмысқа жарамды, жарамсыздығын тексереміз. Кеттік. Ал ең бірінші тоқтың кернеуін, яғни вольтты тексеру үшін ең алдымен қосып, яғни желідегі тоқ бізде 220 вольт, яғни ол переменный айнымалы тоқ қоямыз, яғни ирегі бар вольт суреті. Яғни ең бірінші ең жоғарғысына 700-ге қоямыз, және де 2 плюс минус тоқты тығамыз. Қалай тықса да өзгеріс жоқ. Және де тексереміз. 200-де 216, 217 вольт көрсетуде. Яғни біз және тоқтың фаза нөлін ажыратуды да үйренеміз. Яғни біреусін тоққа тығамыз, ал екіншісін тигіземіз, қабырғаға тигіземіз. Егер вольт шамасы көрсеткен жағдайда мен тығып отқан жағым фаза болып есептеледі. Ал екіншісіне тыққан жағдай 0 көрсетеді, яғни ол 0 көрсеткен жағдайда ол 0 шамасы болып есептеледі. Яғни фаза 0-ді біз таптық. Ал